Забур 50-ші тарау. Барсабиямен жақындасып күнәға батқан Дәуітке Натан пайғамбар келген оқиғаға байланысты мінәжат. Шексіз сүйіспеншілігіңе бола. О Құдай, маған рақым ете көр. Мейіріміңнің молдығына бола, қылмыстарымды өшіріп тастай көр. Мені әділетсіздігімнен арылтып, күнәларымнан түгел тазарта көр. Қылмыстарымды жақсы білемін де, күнәларым әрдайым тұр есімде. Мен өзіңе қарсы күнә жасадым. Сенің көз алдыңда зұлымдық істедім. Осылай әділ сенің айтқандарың, мүлтіксіз де маған жүргізген сотың. Мен күнәһар болып дүниеге келдім. Құрсақта жатқанда күнәһар едім. Сен жүректің таза болуын қалайсың, жан дүниеме даналықта құясың. Құрбандық қанын бүркіп, күнәмді кеше көр. Сонда көз алдыңда пәк таза болам. Күллі күнәмнен мені жуып шая көр. Сонда қардан да бақ тазарамын. Шаттық үнін маған қайтадан естірте көр. Сен әлсіреткен денемді қуанта көр. Күнәларыма енді назар аудармай, бар қылмыстарымды өшіріп тастай көр. Уа Құдайым, жүрегімді тазарта көр. Рухымды берік қылып жаңарта көр. Қасыңнан мені қуып шыға көрме. Киелі рухыңды менен ала көрме. Мені құтқарғаныңа қуантып тағы, сыйлай көр азғырылмайтын берік рухты. Қылмыскерлерге ақ жолыңды үйретейін. Күнәһарлар сонда саған бұрмақ беттерін. Қан төккен мені арылтсаңшы кінәмнен. Сенсің ғой жалғыз құтқарушы Құдайым. Тіліммен әділдігіңді мадақтаймын. Аузыма ерік бере көр, жаратқан ем. Сені емін-еркін мадақтап дәріптейін. Құрбандық шалуымды қаламай тұрсың. Өртеу құрбандығында ұнатпай тұрсың. Әйтпесе оларды ұсынар дедім. Ал Құдайға ұнамды сый, құрбандық, күнәсіне шынымен өкінген рух. Шын опық жеп, бағынған жүрекке сен теріс қарамайсың, уа Құдай ем. Егеркіңмен Сионды өркендете көр, қамалын оның қайта тұрғыза көр. Сонда саған ұнамды пәк тартулар, шалынбақ һәм өртелетін құрбандықтар. Үстеліңе торпақтар да сұнылмақ, сенің жолыңа солар бағышталмақ. Забур 51-ші тарау. Ол Едомдық Дойықтың Саулға барып, Дәуіттің Ахимәліктің үйіне кіріп шыққаны жайлы хабар жеткізген кезіне арналған. Ей мықты жан, қылмысыңа неге мақтанасың? Әйтсе де Құдай маған төгеді рақымын. Ұзақты күн сен құрту жайлы ойланасың. Өткір ұстарадай тіледі сенің тілің. Өтірікті айтуға шеберсің өзің. Зұлымдықты артық көресің жақсылықтан, алдауды да ақиқатты айтудан. Ей алдамшы тіл, сен өзгенің жанын жаралайтын сөзді айтуды ұнатасың. Содан да Құдай сені мәңгі құртады, үйіңнен күшпен қуып шығарады, тірілер арасынан аластатады. Әділдер мұны көріп қайран қалады. Бұлай деп келекелейді сол арамды. Міне Құдайды паналамаған жан, қайта мол байлығын арқа тұтқан зұлымдықпен одан бетер нығайған. Ал мен Құдайдың киелі үйінің ішінде жасыл зәйтүндей өсіп өнемін. Құдайдың рақымына мәңгі сенемін. Уай ем,
Сені игі істерің үшін халқыңның алдында дәріптеймін. Ізгі мейіріміңе сүйенемін. Забур 52-ші тарау. Ақылсыз адамдар Құдай жоқ деп ойлайды. Әбден бұзылған олар жексұрындық жасайды. Әрі ешқайсысы да жақсылық жасамайды. Құдай көктен көз салады адамзатқа. Ақылды біреу бар ма бет бұратын Құдайға деп байқайды ол. Жоқ, бәрі тайып кетті теріс жолға. Әбден бұзылды бірігіп барлығы да. Жақсылық жасаушы ешкім жоқ, тіпті бір жанда. Сұмдық жасайтындар ақылға келмес пе екен? Халқымды олар нан жегенде жалмап кеткен. Құдайға сыйыну ойларына еш түспеген. Ал оларды қорқыныш құрсаулайтын болады. Қауіп қатер жоқ жерде үрейлері шат. Тап берген жауыңның сүйектерін Құдай шашат. Сен масқаралайсың Құдай бас тартқан оларды. Құтқару Сионнан келсе екен Исраилге. Құдай өз халқын тұтқыннан азат еткенде, Жақыптың үрім бұтағы қатты қуанады. Я Исраил халқы шат-шадман болады. Забур 53-ші тарау. Зифтің бірнеше тұрғынның Саулға барып, Дәуіт біздің жақта тығылып жүрген сияқты деп хабар жеткізген кезіне арналған. Уа Құдай, ұлы атың үшін құтқара көр. Зор құдіретіңмен мүддемді қорғай көр. Уа Құдайым, дұғама құлақ сала көр. Аузымнан шыққан сөздерге көңіл бөле көр. Бөгді адамдар маған қарсы шықты. Зорлықшыл сұмдар жанымды алмақшы. Олар еш ойламайды Құдай туралы. Алайда Құдай маған жар болады. Жаратқан ие жан дүниемді нығайтады. Сұмдығының есесін жауыма қайтарады. Ем адалдығыңа сай оларды талқандашы. Өз еркіммен саған құрбандық шалам. Уа ем, ізгі атыңа мақтау айтам. Сен құтқарып алдың мені бар пәледен. Жауларымның жеңілгенін көрдім көзіммен.
Забур 55-ші тарау. Ол филистерлердің Дәуітті Ғат қаласында ұстап алған кезіне арналған. Ва Құдай, бола гөр маған мейірімді. Адамдар ұмтылады таптауға мені. Күні бойы қыспақтап тап береді. Жауларым күнде қудалап өкшелейді. Мендер маған қарсы бас көтереді. Қорыққанда саған артам сенімімді. Құдайға сеніп енді қорықпаймын. Берген сөз үшін оны мадақтаймын. Сонда пенде не жасай алады маған? Күнді жаулар сөздерімді бұрмалайды. Әрдайым маған қарсы қастық ойлайды. Жасырынып бір жерге жиналады. Бар қадамдарымды бақылап тұрады. Аңдып, жанымды алуға ұмтылады. Ва Құдай, сомыстерімен құтылтпашы. Сол қыңыр ұлттарды қақарыңмен құлдыратшы. Шарасыздығымды ұмытпай ескересің. Құтыңа жинап қой көз жасымның бәрін. Жазылған жоқ болар кітабыңда сенің. Сыйынып сұрасам қолдауыңды сенің. Кері шегінеді жауларым менің. Құдайдың маған жар екенін білемін. Берген сөз үшін Құдайды мадақтаймын. Берген уәдесі үшін емді даңқтаймын. Құдайға сеніп енді қорықпаймын. Сонда пенде не жасай алады маған? Ва Құдайым, мен өзіңе бағыштаймын. Берген уәдеме сай шүкірлік тартуларым. Өйткені аяғымды сүрінуден сақтадың. Жанымды ажалдың аранынан құтқардың. Осылай сен мені өзіңнің алдыңда аман жүрсін дедің өмірдің нұрында.